Қыздар, сәлем, менің арнама қош келіпсіздер. Мен бүгін сіздерге Instagram желісінде ұтып алған сыйлықтарымды көрсеткім келіп отыр. Олардың барлығы мен өзім ұтып алдым. Ол біреу маған сыйлаған емес, не болмаса мен оны сатып алған емеспін. Сенбесеңіздер, ВК желісіндегі парақшамнан көрулеріңізге болады. Және осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Мен осы видеоның соңында конкурс жариялаймын. Сыйлықтарға келетін болсақ, Инстаграмда білесіздер, конкурстар ұйымдастырылып отырады, және конкурсқа қатысқанда сіздерге номер береді. Сол номер бойынша генератор случайных чисел дейді, жаңағы сандардың арасынан жеңімпаздарды анықтайды. Соның арасынан біраз мен ұтып жүрдім. Қазір қатыса қоймаймын. Уақыт тапшы қатысуға, репост жасау керек, жаңағы скрин жасау керек болып отырады. Ал сыйлықтарға келетін болсақ, мен ең бірінші сыйлығым ол бұл жерде жоқ. Мен жаялы ұтып алған болатынмын. Мэрис деген пачкасы. Бір пачканың ішінде 60 данадай болды. Ол жақсы бізге көмек болды бір айға. Келесі сыйлығым ол женский капризы деген Алматыдағы дүкеннен, бутиктан мен жемпір, не болмаса күртеше, осындай қыста киетін ұтып алдым. Қалың, өте жеңі де ұзын, әдемі қыста киюге болады. Астананың суығында жаурамайтын, тоңбайтын болатынына сенімді. Қазір тағы келесі сыйлықтарымды көрсетемін. Яғни ол менің келесі ұтқан затым мынандай ваятель, яғни осындай болып келеді. Қазір ашып көрсем, біз бұны әлі қолданған жоқпыз. 3 жастан бастап дейді. Ішінде мынандай нелер бар. Формасы бар, жаңағы осы аюдың формасы. Осыған ішінде ынтағы бар. Ынтақты салып, гипс сияқты қатырып, суға езіп, осының ішіне салып, кептіріп, жаңағы картинга шығады. Мынандай қарап отырсаңыздар, мында барлығы көрсетілген. Мынандай картинга шығады. Бұл жаңағы жетілдіретін ойыншықтардың бірі балалар өздері істеп, осымен жаттығады. Мен бұны барлығын сақтап қоям, кейін қызым өскенде оған көрсетіп, бәрін айтып беретін боламын. Келесі затым ол мынандай Қызыл қоңыз деген кітап. Бұл осы сыйлықтардың ішінде ең маған ұнайтыны осы кітап. Мен бұны бірінші орында жеңіп алдым. Бұнда да Қызыл қоңыз деген, неке қарап отырсаңыздар, бұл аппликациялық кітапша. Ашқанда мынандай ішіндегі жануарлар ашылады, неке жәндіктер, ішінде неке құмырсқалар, жапырақтар барлығы ашылады, неке қарап отырсаңыздар. Өте сондай күшті, барлығы табиғаттың барлығына қызыл жыртып тастады. Тарымда жақында туалды, мынандай песок дейді. Құмдар үйдің ішінде ойнайтын 4 осындай түсті құм. Менің конкурсыма мен мынандай сыйлықтар дайындадым. Ферби деген ойыншы. Екінші орынға мен чехол дайындадым. iPhone 5-ке. Былай қозғасаңыз, мен сіздерге көрініп тұрма, мынандай ішінде звездочкалар дейді, солардың барлығы қозғалады. Ал шарттарға келетін болса, мен ең бірінші шартым ол менің арнама жазылуларыңыз керек. Не болмаса менің жазылу үшін болуларыңыз керек. Келесі шартым осы видеоға лайк басыңыздар, ұнайды белгісін басыңыздар. Үшінші шартым Instagram, не болмаса ВК желісінде менің осы YouTube'дағы арнама ссылкасын қалдырып, мені не үшін көресіздер, мен не үшін қарайсыздар, сол туралы жазып кетсеңіздер екен. Және соңғы шартым, сол жаңағы жазған, ВК-да қалдырған репосттарыңызды, соны осы видеоның астына қалдырып, мен қатысамын деп жазуларыңыз керек болады. Мен міндетті түрде барлығын тексеремін, және 15 тамыз күні мен 2 жеңімпазды анықтаймын. Осы YouTube-тағы программа арқылы 2 жеңімпаз анықталады. Бұл конкурсқа барлық Қазақстанның аумағындағы қыздар, жігіттер барлығы қатыса аласыздар. Егер жеңімпаз, мысалы, басқа қаладан болсаңыз, онда доставкасын өзіңіз төлейсіз. Сау болыңыздар.